Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Біздер английский для детей кітабы бойынша бүгін 7-ші сабаққа келдік. Сіздер де осы кітапты алып оқып жатырсыздар деген ойдамын. Өткен 6-шы сабақта біз әріптердің барлығын аяқтадық. Алфавитті толық бітірдік, әр әріптің оқылу дыбыстарымен таныстық. Бірақ алдағы уақытта да оқылу ережелерін өтеміз. Ал алфавиттің барлығын аяқтадық, енді бізде 7-ші сабақта грамматикалық тақырып бар. I have no жазамыз дейсіз. Сондықтан мен сізге алдымен аналарға арнап түсіремін, сосын барып сабақты баламен бірге қалай өтеміз, соны түсіреміз. Ал назар аударайық, lesson 7. I have a book, I have no copybook. I have деген сөз менде бар дегенді білдіреді. I have no менде жоқ. I have a book менде кітап бар. I have no copybook менде дәптер жоқ. Осыны ережені балаға түсіндіреміз. Балаға түсінікті болу үшін тағы бірнеше мысал келтіреміз. Оның білетін сөздерімен, мысалы I have a... Так, не өттік біздер тағы бұған дейін? I have a pen, I have no pen. Өлең сияқты болып кетті, иә? I have a pen, I have no pen. Менде ручка бар, менде тауық жоқ. Енді назар аударамыз, мына жерде мынандай ереже бар. I have a book дедік те, ал I have no a copybook деген жоқпыз. Мына жерде no деген сөзден кейін a артиклі келмейді. I have a book, I have no copybook. I have a pen, I have no pen дейміз. Так, қараймыз. Осы ережені түсіндіреміз, мысалдар келтіреміз бірнеше. Содан кейін суреттегі жаңа сөздерге қараймыз. A copybook ол дәптер, a book кітап, a spoon ол қасық. Содан кейін міне жаңа сөз берілген бізге good morning. Таңертең мұғаліммен амандасқанда біз не деп айтамыз? Good morning. Good morning дейміз, иә? Қайырлы таң деген сөз. Мына текстті оқымай тұрып, жаңа сөздерге назар аударамыз. Мына жерде қарасақ, жаңа сөздер бірден бірге көбейіп жатыр, иә? Так, бірінші сөз. A lesson. A lesson. Урок, сабақ. 7. 7. 7. I. Я, мен. To have. To have. Иметь, бар болу, немесе ие болу, я бір затқа. I have. Я имею, у меня есть. Менде бар, мен иемін. I have no. I have no. Менде жоқ. A book. A book. Кітап. A copybook. A copybook. Дәптер. Келесі сөз. But. But. Бірақ no. A spoon. A spoon. Қасық. Енді назар аударайық, мына жерде екі O әрбі бар, иә? Міне, a spoon деген сөзде екі O бар, ол ұзақ U деп оқылып тұр. Яғни екі O бірге келсе, ол ұзақ U дыбысын береді. Бірақ егер де екі O-дан кейін K дыбысы келсе, онда ол қысқа U болып оқылады. Мысалы, a book, a copybook. A spoon. Мына жерде ұзақ, мына жерде қысқа. Бұл ережені де есімізге сақтап аламыз. To show. To show. Көрсету, показывать. Show. Покажите, көрсетіңіз. Me. Мне, маған. Me. Show me. Маған көрсет. To give. To give. Беру, давать. Give me. Give me. Маған бер, дай мне. Good morning. Жаңа айттық, я? Good morning. Қайырлы таң дегенді білдіреді. Мына жерде де екі O ұзақ U бөліп оқылмайды, яғни D әрпінің алдында ол бізде қысқа U болып оқылып тұр. A book, a copybook, good. Ал мына жерде spoon.
Кеттік. Сонымен бұл жаңа сөздердің барлығын жаттап аламыз. Ол балаға тезірек жаттату үшін сізге былай істесеңіз болады. Осылай етіп, ағылшыншасын аудармасын оқып, аудиоға жазасыз диктофонға, телефонға, сосын күні бойы қосып қоясыз. Мысалы, бүгін қосып қойыңыз, аздап 3-4 рет тыңдасын, ертең 1-2 рет, сол кезде уже баланың есінде қалады. Көп сөйлемейді, тек нақты сөз аудармасы. Ал енді бұл сөздерді оқып алғаннан кейін барып, текстті оқып аударамыз. I have a dog, but I have no cat. I have a dog, but I have no cat. Менің итім бар, бірақ менде мысық жоқ. I have a dog, but I have no gun. Менде ит бар, бірақ менде мылтық жоқ. I have a kitten, but I have no squirrel. Менде марғау бар, бірақ менде тиын жоқ. I have a cup, but I have no spoon. Менде кесе бар, бірақ қасық жоқ. I have a spoon, but I have no jam. Менде қасық бар, бірақ менде тосап жоқ. I have a vase, I have no lamp. I have 5 copybooks, I have no pen. Менде ваза бар, лампа жоқ. Менде 5 дәптер бар, менде қалам жоқ. Show me lesson 4. Show me маған көрсет. Lesson 4 маған 4-ші сабақты көрсет деп тұр. Give me 2 spoons. Маған 2 қасық бер. A boy and a dog. Бала және ит. A wolf and a fox. Қасқыр және түлкі. A cup and a spoon. Кесе және қасық. A bat and a squirrel. Жарғанат және тиын. A book and a copybook. Кітап пен дәптер. Міне қараймыз, бір жақсысы бұл жерде жаңа сөздерде, өткен сөздерде барлығы қосылған, яғни осы 6 сабақ бойы өткен сөздердің барлығы қамтылған текст. Сол үшін балаға аудару оңай болады, жаңа ережені де есіне сақтайды. Ал әрі қарай мынаны оқып аударуды қазір оқушымен бірге орындаймыз. Оқушымыз әлі 6-шы сабақтың сөздерін жазып отыр. Өйткені демалыс күндері үлгермедік, тез-тез бітіреміз. Бірінші бөлімде, яғни мен сіз ата-ана ретінде баламен қалай оқытасыз, соны түсіндірдім. Енді екінші бөлімде баламен бірге оқып үйренеміз. Тездетеміз. Ал кеттік ары қарай жаңа сабақ lesson 7. I have a book, I have no copybook. I have деген менде бар деген сөз. I have a pen, I have a pencil, I have a daughter, I have a son, I have a house деген сияқты. Мысалы, өзіңде не бар, соны айтқың келсе, I have деген сөзді қолданасың. Мына have дегенде, I have a book. Ал I have no деген менде жоқ деген сөз. I have no copybook. Менде дәптер жоқ. I have a parrot. I have a parrot. Окей, өте жақсы. Сен не деп айттың жаңа? I have a parrot. Менде тоты құс бар дедің. Ал I have no дегенге не келтіресің? I have no cat. I have a parrot, but I have no cat. I have no cat. Дұрыс. Өте жақсы. I have goat. Goatты қоспай ақ қой, біздер тек қана I have өтіп жатырмыз. I have a dog. I have no cat. I have a doll. I have no cat деп тұрсың. Окей, өте жақсы. Dog. Dog. Окей. Жаңа сөздерге қарайыз, бұл бұрыннан мектептен білетін сөздер. A copybook, a book, a spoon. Ережеге назар аударыңыз. Екі
у және келсе ол ұзақ у деп оқылады, бірақ егерде екі у-ның алдында K мен D әріптері келсе, екі у-дан кейін онда ол қысқа у болады. Book, spoon. Ал жақсы, текстті оқып, аудармастан бұрын жаңа сөздерге қараймыз, қайталаймыз. A lesson. Ол не? Урок, сабақ. 7. 7. Lesson 7 десек, 7-ші сабақ деген сөз, е? I. Мен, я. To have. Иметь, бар болу, ие болу. I have. Менде бар. Я имею, у меня есть. I have no. Менде жоқ, у меня нет. A book. Кітап. A copybook. Дәптер. But деген, бірақ деген, я? Сонда I have a book, but I have no copybook. Бірақ деген сөз, but деген. A spoon. Қасық, ложка. To show. Көрсету, показывать. Show. Көрсет, покажите, покажи. Show me. Покажите мне. Me деген маған, мне деген сөз. Show me, покажите мне, маған көрсет. Мысалы мен айтсам, көркем, show me please your copybook десем, дәптеріңді көрсет деп тұрған, я? Give me. Бер маған, дай мне. To give деген сонда беру, давать. To give. Міне. 11-ші сөз. To give. Беру, давать. Give me, маған бер. Give me your copybook. Маған дәптеріңді бер. Give me your book. Кітабыңды бер, я? Good morning. Қайырлы таң деген сөз, я? Енді жаңа сөздермен таныстық қой, бар ма? Қиын сөздер бәрі таныс па? Бәрі таныс. Онда мынаны аударайық оқып. Ал баста. I have a dog, But I have no cat. Саусағында астынан жүргіз. Бізге де көрінбейді. I have a dog, but I have no cat. Аударамыз. Менде мысық. Менде ит бар. Бірақ менде мысық жоқ. дұрыс. I have a dog. But I have no gun. Менде ит бар, бірақ менде мылтық жоқ. дұрыс. I have a kitten. But I have no squirrel. Менде марғау бар, бірақ менде Тиын. тиын жоқ. I have a cup. Тез оқыш. But I have no squirrel. Что? Spoon. Менде кесе бар, бірақ менде қасық жоқ. I have a spoon, but I have no jam.
менде қасық бар, бірақ менде варенье жоқ. I have Астындасың. Оны оқыдың. I have a vase. Аударамыз. Тез сразу. Менде ваза бар. I have no lamp. Менде лампа жоқ. I have five school. Evet, işte oku. I have 5 I have 5 copy books. books. Аударамыз. Менде 5 дәптер бар. Дұрыс. I have no pen. Менде қалам жоқ. Дұрыс. Show me lesson 4. Аударамыз. Маған төртінші сабақты көрсет. Дұрыс. Give Give me Тұғой ну? two spoons. Give me 2 spoons. Маған 2 қасық бер. Тез оқы. Boy оңай. A and boy the- and a dog. A boy and a dog. A wolf and a fox. A cup and a spoon. A bat and a kitten. Киттің дегеніз? K Сыңыз ба? was K up Q әрпі мен U әрпі бірге Q деп оқылады дедік қой сонда. Squirrel. squirrel. A book and a copybook. Өте жақсы. Қайырлы таң қалай болады? Good morning. Міне сонымен 7-ші сабақты өттік, аяқтадық, текстті оқыдық, аудардық, жаңа сөздер алдық. Қазір үйге былай істейміз. Мына сөздерді дәптерге жазып береміз, соны толтырып жазады. Мысалы, I have a book деп өзі жазсын, I have no copybook деп өзі жазсын. Қарап, содан кейін тапсырма мынандай. Мына текстті аудармасымен оқимыз, содан кейін мынаны жауып қойып аударамыз, содан кейін мына жағына жауып қойып ағылшын тіліне аударамыз. Осы үй тапсырмасы келесі 8-ші сабақта біздер осыны тексереміз сабақтың басында.